Сәлем достар, біз сіздермен кеңістіктегі денелердің көлемдері тақырыбына арналған есептер шығарамыз. Бізге суретте өлшемдері берілген көпжақтың көлемін табуымыз керек. Алдымен бізге берілген көпжақты белгілеп алайық. Табаны А, Б, С және Д. Табаны үшбұрыш болатын пирамида. Табандағы үшбұрыш енді пирамиданың көлемін табу формуласын еске түсірсек, пирамиданың көлемі ол 3/1 табан ауданы мен биіктігінің h-қа көбейтіндісіне тең. Енді табанын қарастырайық. Табаны бізде А, Б, С үш қабырғасы да өзара тең. Олай болса, табандағы үшбұрыш тең қабырғалы үшбұрыш. Енді тең қабырғалы үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? А, Б, С. Барлық қабырғасы 8-ге тең. Тең қабырғалы үшбұрыштың аудан табу формуласын еске түспеген жағдайда, онда біз Б төбесінен AC табанына биіктік жүргізейік. Және оны біз О деп белгілеп, H деп белгілесек. Онда тең қабырғалы үшбұрышта түсірілген биіктік ол табанына медианада бисектрисада болатынын ұмытпаймыз. Олай болса, онда АО ол AC-ның жартысына тең. AC-ның жартысы, яғни 8-ді 2-ге бөлсек 4-ге тең деген сөз. Енді пайда болды бізде АОВ тік бұрышты үшбұрыш. АОВ тік бұрышты үшбұрыш. Осы тік бұрышты үшбұрыштың H биіктігін тауып алайық. H тең болады квадрат, яғни Пифагор теоремасы бойынша АВ гипотенузасының квадратынан АО катетінің квадратын азайтқанға тең. Сонда H-тың мәні бізде АВ-ның орнына 8-дің квадратынан азайтамыз 4-тің квадратын. Яғни 64-тен 16-ны азайтсақ, түбірасты 48. 48 дегеніміз 4 түбірасты 3-ге тең. Биіктігін тауып алдық. Енді осы үшбұрыштың ауданы S үшбұрыш табаны, яғни табан деп белгілесек, немесе S үшбұрыш А, Б, С. Бұл үшбұрыштың ауданы 2/1. Табаны AC-ның ВО биіктігіне көбейткенге тең. Сонда S табаны ауданы бізге тең болады. 2/1 AC бізде 8, ал ВО биіктігіміз 4 түбірасты 3. 4 түбірасты 3. 8 бен 2-ні қысқартамыз, 4-ге көбейтсек, 16 түбірасты 3-ге тең екен. Бұл табанның ауданы. Енді бізде бұл үшбұрыштың табанның ауданын таптық. Енді биіктігін анықтауымыз керек. H неге тең? Бұл жерде жақтарын қарастырсақ, А, В, Д үшбұрышын және В, С, Д үшбұрыштары тік бұрышты үшбұрыш. Олай болса, пирамиданың бір қыры үшбұрыш табанына перпендикуляр екенін көруге болады. Яғни бұл жердегі үшбұрыш А, В, Д үшбұрышы мен және үшбұрыш Д, В, С тік бұрышты үшбұрыштар. Бұл екі үшбұрышқа да ДВ қабырғасы ортақ. Осы ДВ қабырғасы пирамиданың табанына түсірілген биіктік болып табылады. Биіктік. Сонда H биіктігіміз ДВ-ға тең деген сөз. Сонда ДВ-ның ұзындығы 6-ға тең. Олай болса, осы пирамиданың көлемін табамыз. В тең 3/1 табанның ауданы 16 түбірасты 3-ті көбейтеміз 6-ға. 3 пен 6 қысқарады, сонда 32 түбірасты 3. Енді бізде көлем болғандықтан, көлемнің өлшем бірлігі бізде берілмесе де, сондықтан бұны өлшем бірлігі берілмегендіктен куб бірлік деп қарастырамыз. Куб бірлік. Балалар, біз сіздермен қарастырдық кеңістіктегі денелердің көлеміне арналған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.